Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгүл. Бүгін өзбек халқының ханум атты тағамын жасап үйренеміз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 500 грамм ұнның үстіне 1 шай қасық тұзды салып, оның үстіне 300 грамм суды құя отырып, қамырымызды илеп аламыз. Илеп алғаннан кейін бетін жауып тындырып қоямыз. Оған дейін біз оның салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына тек қана картоп қажет екен. Картопты видеода көрсетілгендей ұзыншалап турап аламыз. Турап алғаннан кейін татымына қарай тұз, дәмдеуіштер қосасыздар, қара бұрыш қосып, 100 грамм өсімдік майын қосып, яғни сұйық майды жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін тындырып қойған нанымызды 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін мінекей осылай видеода көрсетілгендей ұн себе отырып жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамырдың енін 10 см, ұзындығын 15 см етіп кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін жайып, әр қамырды өсімдік майымен майлап шығамыз. Майлап шыққаннан кейін дайын салмамызды, яғни картопымызды үстіне салып, видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Каскамызды майлап, ханымдарды орналастыра бастаймыз. Мінекей әр ханымды салғаннан кейін міндетті түрде өсімдік маймен майлап отырамыз. Арасын тығыз қылдым, өйткені май жағылғандықтан бір-біріне жабыспайды. Мінекей осылай барлығын орналастырып болғаннан кейін қайнап тұрған судың үстіне қойып 40 минут қайнатып аламыз. Яғни манты пісіргеннен ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал енді тұздық дайындауға кірісеміз. Қазанымыз қызғаннан кейін оның үстіне өсімдік майын құйып, мінекей үккіштен өткізілген сәбізді 5-10 минуттай қуырып, оның үстіне 3 ас қасық томат пастасын қосып, оны да бір 5 минуттай қуырғаннан кейін үстіне 300 грамм су құйып, баяу отта 20-25 минут қайнатып алдым. Мінекей ханымымыз дайын. Ол үшін сыйымдылығы үлкен ыдыс алып, оның үстіне мінекей видеода көрсетілгендей әр ханымды сала отырып, оның үстіне біз тұздығымызды құятын боламыз. Тұздықты құйып, яғни рет-ретімен тұздықты құйғаннан кейін тағы да ханымды салып, мінекей тура осылай салып болғаннан кейін бетін жауып, ауа өтпейтіндей осылай жапқаннан кейін осындай қалың матаға дейміз ба, осындай сүлгіге я болмаса осылай орап қоясыздар да 1 сағатқа қалдырасыздар. 1 сағаттан кейін мінекей ашып ұсына берсеңіздер болады. Ханымымыз дайын. Бірінші рет істедім, өте жақсы, дәмді шықты. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүлектің асханасы. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар.